4-5-ке келсе де дереу айтқанын істемесең, азан-қазан боп жылап есті шығаратын баланы көргенде, қызым туа сала дәл осы мәселені ерте қолға алам деп ойладым. Сөйтіп, қызым 6 айдан асып, тамақ жеуді біле бастағанда сабыр мен күтуді үйрету сәті келді дедім. Әдейі ыстық тамақты суытпай алдына қоятынмын. Сосын қолын тигізіп немесе аузына салып көрсететінмін. Әрине, күймейтіндей, бірақ бала жей алмастай ыстық күйде. Алғашында қарны ашып тұрған бала қолын тигіз алмай аузыма түсе қоймады деп сабырсызданып жылайтын. Сол кезде үнемі күте тұрайық, қазір суығанда жеуге болады деп әбігерге түспей, бәйек болмай байыппен айтатынмын. Сөйте үйренді. Күте тұру деген ұғымды біле бастады. Өсе келе бір нәрсені алып бер, істеп бер дей бастағанда арасында жұмыс істеп тұрсам да, бос тұрсам да әдейі бір шаруаға айналған адам ұқсап күте тұр дейтінмін. 10-20 секундтан ақырын уақытын соза бердім. Сөйтіп, балам сабырмен күтуді үйренді. Оған қоса, менің де маңызды жұмысым болатынын айтып сезіндіруге тырыстым. Жылап кеп тұрса, өз жағдайымды айтып түсіндіремін. Боянып алайын, күте тұр, сәбіз турап алайын, күте тұр деген сияқты. Сосын қалауын міндетті түрде орындаймын. Ұмытып кетпеуге тырысамын, мүлде өтірік айтпаймын. Сондықтан ол сеніп күтеді. 4-5 жасқа дейін кішкентай деп аузын ашты бітті өбек дейсіз. 4-5 жастан соң бір айтса қоймайтын бала деп өзіңіз аузыңыз ашасыз да қаласыз. Әрекетіңізді саралап көріңізші. Балаға қандай ауыр. Сіз тәрбиелемесеңіз, көргені болмаса бала өзін өзі тәрбиелей алмайды.